Анашым, не істеп жатырсың? Мен саған көмектесуге келдім. Тауық етін маринадтап жатырмын. Қазір кешкі асқа әкең де келіп қалады. Маған да бола ма? Әрине. Қазір бірге дәруменді салат дайындаймыз. Енді салатымызға аздап тұз қосайық. Анашым, күніне тек 5 грамм тұз тұтынуға болады дегенің есімде. Қытырлақ картоп пен тұз қосылған қытырлақ нан және тұзды жаңғақтарды көп жесең, зияны тиет. Демек, әкеме де оны шамадан тыс қолдануға болмайды. Солай емес пе? Ақылыңнан айналдым, әрине. Әкең де келіп қалды, күтіп ала ғой.